Қазақстанның географиялық орналасуы не себепті қолайлы? Еуразияның жүрегінде орналасқан еліміз өзінің пайдалы қазбаларымен, алып территориясымен ғана емес, географиялық орнымен де ерекшеленеді. Қазақстан батыс пен шығысты, Азия мен Еуропаны жалғап жатқан көлік хабы. Теңізге шыға алмайтын ең үлкен мемлекет орталық Азия елдері үшін де, Қытай үшін де сенімді әрі жылдам бағытқа айналып отыр. Мысалы, орталық Азияның Ресейге газ тасымалы, Қытайдың Ресеймен, Еуропамен қатынастары Қазақстан арқылы өтеді. Тіпті тарихтың қатпарлы қойнауына үңілсек, Ұлы Жібек жолы Қазақстан территориясынан жүрген. Демек, бұл аумақ бағзы заманнан бері шығыс пен батысты байланыстырған көпір қызметін атқарып тұр. Еліміз бүгінде Еуразиядағы басты транзит хабының біріне айналды. Жеріміз арқылы 5 темір жол дәлізі өтеді. Оның бәрі әлемнің ең ірі сауда нарықтарына жол ашады. Соңғы 10 жылда көлік логистика инфрақұрылымын дамытуға 35 миллиард доллар инвестиция салынды. Алдағы уақытта 5000 шақырым темір жол салу жоспарланып отыр. Биыл ұзындығы 836 шақырым болатын Достық Мойынты темір жолының екінші желісі іске қосылады. Жобаны өз күшімізбен өте қысқа мерзім ішінде жүзеге асырдық. Бұл жолдың мән маңызы ерекше, себебі шығыс-батыс бағытының жүк өткізу мүмкіндігін айтарлықтай арттырады. Мемлекет басшысы 2025 жылғы Қазақстан халқына жолдауында көлік логистиканы одан әрі дамыту керек және Қазақстанды Еуразиядағы негізгі құрлық жолына айналдыруымыз қажет деді. Еліміз Европа мен Азияның арасын жалғап тұрған аса маңызды көпір болып саналатыны кеңінен белгілі. Былтыр біздің территориямыз арқылы жүк тасымалдау көлемі 1 миллиард тоннадан асты. Сонымен бірге еліміздің транзиттік әлеуетін арттыруға әлі де зор мүмкіндік бар. Солтүстік-оңтүстік көлік дәлізі Парсы шығанағы мен оңтүстік Азия елдерінің нарығына тікелей жол ашады. Ал шығыс-батыс дәлізі мен Қытайдың бір белдеу, бір жол жаһандық бастамасы Қазақстанның Еуразиядағы негізгі құрлық жолы ретіндегі рөлін күшейте түседі. Қазақстан арқылы өңірдегі сауда-саттық көлемі артып келеді. Ел территориясы бойынша жүк тасымалдау көлемі 1 миллиард тоннадан асты. 2024 жылы аймақтағы сауда-саттық көлемі 11,5 миллиард ақш долларына жетті. Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда көлемі 28 миллиард доллардан асса, Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 4 миллиард ақш долларынан асты. Осының барлығы ел экономикасының қарыштап дамуына, логистика саласындағы жаңа жұмыс орындарының ашылуына себеп болар анық. Осылайша Қазақстан Еуразия жүрегіндегі сенімді көлік хабына айналып, шығыс пен батысты байланыстырды.